Бүгін сарыөрік қосылған бәліш дайындаймыз. Үшін 60 немесе 80% май және де қант, жұмыртқа керек. Негізінде майдың бөлме температурасында болғаны жақсы. Оны венчиктің көмегімен осылай әбден араластыратын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз және де 1 қасық разрыхителімізді қосып әбден араластырамыз. Пирогымыздың тестасын дайындаймыз. Тестасы өте жұмсақ әрі нәзік болады. Бұл тестаны кез келген заливной пирогқа пайдалана берсеңіздер болады. Осындай 22 немесе 24 пішінді форманы алып, соның ішіне қамырымызды қолымызбен жаятын боламыз. Қамыры дайын болғаннан кейін оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Не болмаса мен сияқты бірден формаға салып дайындай берсеңіз де ештеңе етпейді. Формасын келтіріп, артық қамырлардың барлығын осылай саусағыңызбен жөндеп шықсаңыз болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, 8-5% сгущенка және де 1 ас қасық крахмал қажет. Крахмал бұл салманың формасын ұстап тұру үшін керек болады. Осылай слой қылып әбден араластырамыз. Одан кейін тестамыздың үстіне осы салманы салатын боламыз. 170-180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Беті қызарған кезде ала берсеңіздер болады. Әркімнің газына, яғни духовкасына байланысты әртүрлі піседі. Сосын арнайы абрикос, яғни өріктеріміз осылай әдемілеп турап үстіне салатын боламыз. Ол өкінішке орай видеоға түспей қалыпты. Духовкадан шыққаннан кейін осылай қызарып піседі. Оны бөлме температурасында әбден суытып, содан кейін ғана холодильникке салу қажет. Бірден духовкадан шыққан бойдан кесуге болмайды, өйткені арасы шикі болып қалуы мүмкін. Каналымызға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі жолы сникерс пирогын дайындайтын боламыз.